Достар, келесі бізде қазіргі уақытта ең бір сұранысқа көп ие болатын көліктердің бірі бұл Ford Explorer. 2018 жылғы небәрі 83 мың шақырым жүрген. Бұл постоянный полный привод, яғни 4WD. Керемет жағдайда көлігіміз 7 орындық. Осындай ақ түсте. Сыртында ешқандай замечание жоқ. Кузовының жағдайы өте жақсы. R20 дискі, резинасының қалдығы 90% бар екен. Өте жақсы. Алдыңғы парктрониктарымыз, фарлары, решеткілері барлығы тап-таза. Салонды көрсетіп кетейік. Міне 5 ключевой бар екен. Міне слепой зонасы бар. Бірінші қатар. Бисмилля. 2018 бирка бойынша Made in USA, яғни Америкадан келеді. Осы жерге полный электропакет, клавиши сиденье, память сидений, то есть клавиши сиденье мұнда. Кожаный салон, кожалары жақсы. Екінші қатары панорама барлығы бар. Люк. Мұны қолдан тіпті проекцияға дейін қойылған екен. Так, мұнда ходовой частьтары жақсы жасап тұр барлығы. Круиз, барлық керекті опциялар бар. Коробкамыз ойдағыдай жасап тұр. Артын көрініс жақсы көрсетіп тұр, қараңыздар. Так, мұнда орындық түсту батырмасы бар, климат контрольді басқару. Әртүрлі режимдарда бар, мені қараңыздар. Қарда, тайғанақта, обычный құрғақ жерде жүретін және тауда түсетін батырма деген сияқты барлық опциялар бар. Керемет. Так, жоғарыда люгіміз, панорамамыз барлығы жасап тұр ойдағыдай. Екінші қатарды көрсетіп кетейін. Защитный пленкалары барлығы өз орында. Термин карталарымыз таза, ортасы осындай ағашпен. Екінші қатар сплошной диван, ортада шынтақтың кішкене стакан қоятын орындармен сапалы жақсы поликтары бар. Міне панорамасы, люк, алдыңғы люгімен панорамасы. Так, арт жақтарын көрсетіп кетейін. Артқы парктрониктарымыз бар. Міне тап-таза, барлығы EcoBus деген мотор. Бұл 2.3 турбированный мотор есептеледі. Асты жақтары барлығы тап-таза. Багажник бізде электроприводный, артқа камерасы бар. Үшінші қатарымыз бізде 2 орындық, керек уақытта жинап жауып қойсаңыздар болады. Міне арқадан басқарылады. Екінші қатар жатқызу арқылы үшінші қатарға адамдарды отырғызуға болады. Ремендері барлығы бар, алтын болттарымыз бұралмаған. Жалпы технический жағдай өте тамаша. Көлігіміздің қызықтырса хабарласыңыздар, бағасы да жақсы шығып тұр. Кроссовер. Осында 7 орындық іздеген жандар үшін өте тиімді бағада кетіп жатқан және кейінгі кезде көп сұранысқа ие болған көліктің бірі.